арнаға қош келдіңіздер. Бізде бүгін күшті, керемет, бомба ойын болмақшы. Ойынымыз сыңарын тап деп аталады. Яғни мына жерде бірнеше стакандарды төңкеріп қойғанбыз. Соның астында, әрбіреуінің астында тәттілер жасырып қойғанмын. Мен тәттілерді білемін, бірақ менің жанымдағына балапандар білмейді. Біз бұл ойынды команда болып ойнамақшымыз. Яғни мен сол жағында Айзері мен Аяны бір команда етіп қойдық. Дана мен Иманды бір команда етіп қойдық. Екі команда яғни. Сендер өздеріңе команда қойып алыңдар. Командалардың аты не? Қыран тобы. Сендер? Арыстандар. Арыстандар. Қыран тобы мен арыстандар жарысады. Енді мен ойын шартын түсіндірейін достар. Мына жерде мысалы 2 орбит, 2 киндер, 2 шоколад деген сияқты әрбір тәттілер, вкусняшкалар екі-екеуден жасап қойған. Мысалы мынаны көтеріп, ішінен сағызды тапса, бұл тағы келесілерінен дәл сол сағызды табу керек. Сол кезде ғана олар сағызды ала алады. Ал егер мына жерде сағызды көтеріп келесінен басқа зат шықса, вкусняшка шықса, ол кезде ала алмайды, өкінішке орай. Көреміз енді қай команданың ойлау өрісі мықты екенін осы ойын барысында байқайтын боламыз. Қызық болады бізбен бірге. Көріңіздер, айтпақшы тіркелмегендеріңіз бізге тіркеліп кетіңіздерші, бізді қолдап және лайк басып кетіңіздер, иә? Кеттік, ойынды бастаймыз. Таяқ жерге тасталды. Біздің ойынымыз басталды. Ал достар, дайынсыздар ма? Сіздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Біз әрине бастаймыз, яғни біз дайынбыз. Так, қайсы командадан бастаймыз? Арыстан әлде Қыран? Сулифа жасаймыз бәлде? Сулифа. Кім ұтты? Қыран тобы. Қыран тобы ма? Кеттік, Қыран тобы ашамыз. Ашып көрейік. Тоқта. Киндер шықты. Соны ма? Өкінішке орай шықпады. Кеттік. Арыстан тобы. Ойнанып, қайсына? Ана ашқыш. Нан? Иә. Кеттік, нан ашпақшы. Кән. Жағында анан төңкеріп қой, тоқта, асықпаңдар. Ал сендер, жаңа жаттап біліп алдыңдар ғой, қайсыда құрт бар екен, кетті, құрт кетті. Бір ұпай болып, Қыран тобына кеттік, құрт кеттік. Тоқта, Қыран тобы қайттан ашады, достар, өйткені бұлар ұтты. Бұл неден ұтты, енді тағы да ашу мүмкіндігі бар бұларда. Кеттік, ашамыз. Сағыз. Жаңа осыдан көрдім ау деймін. Жоқ. Арыстан тобы ашамыз, кеттік. Арыстан тобынан ақылдасып. Кендер! Стакандарын жинаңдар, атоқа шатасасындар. Стакандарын сол, жинап қойдық. Бұлайнан шалқайтып қойыңдар стакандарын, атоқа шатасып қалысына менен мұнда бұлай шалқайтып қойыңыз. Келесі тоқтан. Енді қайттан біз ашу мүмкіндігін Арыстан тобына береміз. Ашу мүмкіндігі қазірше Арыстан тобында. Кеттік, Арыстан тобы. Давай, ұлдана. Дан ашқыш, анан. Сағыз шықты. Примерно алыста болды сағызшы. Мүмкін жақын көршісі қып қойған шығарым. Қайдан білесің? Ол да мүмкін. Мен қоя берем, көршісі қып та қоям, алыс қып та қоям бір-біріне. Қайсысы деп ойлайсыңдар? Желе. Өкінішке орай шықпады. Кезек Қыран тобында. Осыны ашасыңдар ма? Сағыз. Точно, Өкінішке орай. Негізі сәл қателестіңдер ау деп қой. Мен сендер білесіңдер ғой, тоқтасай. Сендерге күштік не болып тұр ғой. Біз аштық ба? Арыстан тобы. Сендер қазір ашасыңдар, бірақ қазір ана жерден амақыл жарайды айтып қойсам. Сендер шоколад. Тоқта тұр. Нан ашқы. Жоқ, кендер қайттан жоқ қоямыз. Енді мен ашамын. Енді Қыран тобы. Айттың сол, осы мүмкіндікті қолданбадыңдар сендер. Арыстан тобы, сендерге көмектескім келіп еді. Дана, Иман, соны сендер түсінбедіңдер ғой. Жаңа ашқан кезде мына жерде сағыз тұрған көрмедіңдер ме? Тоқта. Енді қайттан Қыран тобында ашу мүмкіндігі. Кеттік, Ай ашады.
сағыз. Тоқтаспа. Тағы бір жерден шықты жаңа осы түс, иә? Тағы бір жерден көріп па осы түсті? Жоқ, көрмедік. Көрмедік па? Көрмедік. Ана жақта ғой. Мынау деймін. Осыны шамса. Кән, давай. Жоқ, өкінішке орай. Келесі кезек арыстан тобында. Демен ғой бітсі. Ал. Стакандарыңды жинаңдар. Тіс ұтып алды арыстан тобы. Енді тағы да біздің кезегіміз. Ұлдана, давай. Дана қайттан ашу мүмкіндігі арыстан тобында. Өйткені олар тісті тауып алды. Желе, тағы желе. Дананың алғырлығына сөз жоқ. Кәміне жаттап. Айтпесем негізі желені бірінші ашқан кезде болды мына жерде, иә? Соны жаттап алған ғой, көрдіңдер ма? Соны ашқан кезде қай жерде тұрған соны жаттап. Менің өзім есімнен шықты. Арыстан тобы ұтып жатыр, алда келе жатыр, тағы тауып. Енді қыздар, қаншайымдар? Өкінішке орай тағы да арыстан тобы ашады, өйткені олар тағы да тапты. Енді соларға кезекті береміз. Кеттік, ашамыз. Шоколад. Жоқ. Дана, сен шатасын жаңа бұл ашылды ма? Бұда ерім бар екені көрініп отырған. Енді тоқта келесі кезек қыран тобына. Сағыз. Сағыз басқасы көрінбеді, иә? Бірінші ашылып тұр сағыз. Енді арыстан тобы жаңа шоколад ашылды. Шатаспауларын керек, білулерін керек деп ойлаймын. Шоколад. Әне. Стаканымызды жинаймыз. Ойын ұнап жатыр ма? Достар, енді қараңдаршы. Бізде небәрі 4-ақ стакан қалды. Және 4-ақ зат бар. Ол жұп-жұбымен болғанда 2-ақ зат бар деген сөз ғой. 2 ұпай бар деген сөз. Ол 2 ұпай арыстан тобына кете ма? Әлде қыран тобына кете ма? Қазір қай топ ашады? Біз. Сендер ашасыңдар ма? Біз ұттық қой. Иә, арыстан тобы ұтты ғой. Қыран тобы ұтты. Сендерге жақтасқан кеп тұршы, бірақ өкінішке орай болмай жатыр ғой. Ал кеттік арыстан тобы, сендерге сәттілік. Сағыз. Мына арыстан тобы деген кетті ғой, братала, алдыға. Енді тағы бір мүмкіндіктерің бар, сендердің өзі 2-ақ стакан қалды. Ес, оппа. Ашсаңдар да, ашпасаңдар да бірдей болып тұр ғой, иә? Иә. Енді санаймыз ұпайларыңызды және қандай заттарды алғандарыңызды. Қаншайымдар сендер? 2 қаншайым? Көңіл күйімізді түсірмейміз. Кеттік, ал арыстан тобына. Бізде қазір осында желе түсіріп алдық. Осында желе түсіріп алдық. 2 желе. Енді тоқта былай санайық. Мынау сыңарлы ойын ғой, сондықтан мына 2 бірдей зат 1 ұпай деп есептелінеді. Жарай ма? Кеттік. 2 желе, 1 ұпай. Мармелад тіс 2 ұпай. Енді осында тик-так. Тик-так 3 ұпай. Сағыз 4 ұпай. Мынандай киндер 5 ұпай. Мәсіндер күшті мынандай шоколад 6 ұпай. 6 ұпай. Мынандай ерім сондай короче. Ерін желе ма бірден? 7 ұпай. 7 ұпай. Арыстан тобында 7 ұпай. Мына 2 қаншайым ұялып отыр, беттерін шымшып. Ештеңе етпейді. Бұл да сендер дымсыз қалған жоқсыңдар ғой. Қайта ауыздарына құрт салып, сорап жүресіңдер. Кеттік, ал. Бізде 2 1 ұпай, 2 құртымыз бар десе. 2 құрттар 1 ұпай. Және сағыз. 2 сағызы 2 ұпай. Демек, есеп 7-де 2 есебімен алдыда жеңіс жалауы арыстан тобына береміз. Қошемет. Мәселерге ойын ұнады ма? Негізі ше, достар, күшті ойын екен, кәдімгі миды дамытады екен, ойлап өрсіңді. Менің өзім шатасып қалдым ғой, өзім қойдым негізі осы заттарды ше, стакандардың астына, бірақ өзім шатасып, өзіме қызық болып кетті ғой. Қай зат қай жерде тұрған еді деп. Кәдімгідей миды жұмыс жасататын ойын екен. Сіздерге лайфқа осы ойынды үйде ойнап көрсеңіздер болады екен. Достар, бізде осындай қызықты ойын болды. Былай қарасаң жай ғана стакан сияқты, бірақ кәдімгідей күшті ойлануға күшті мүмкіндік беретін ойын екен, иә?
Сендерге ұнады ма? Иә. Маған өзіме қатты ұнады. Достар, сіздерге де ұнаса бізге лайк басып қойыңыздаршы. Лайктарыңызды аямаңыздаршы. Лайк тегін ғой. Және бізге тіркеліп кетіңіздерші, бізді қолдап. Біз сіздердің алдыңыздан үнемі шығып тұратын боламыз. Біздің видеомыз ұнаса, лайк басыңыздар және комментарий жазып қойыңыздар, иә. Келесі видеода кездескенше Сау болыңыздар!